Тақырып сақ тайпаларының саяси тарихы, тұрмысы және қоғамдық құрылысы. Сақтардың саяси тарихына келетін болсақ, әрине ол парсылармен және македонский мен жорық соғыстар ерекше мазмұнға ие. Біздің заманымызға дейінгі 530 жылы сақ жеріне Кир бастаған парс әскері басып кірді. Бұл кезде сақтардың билеушісі Тамирис болған. Кир әскерлермен Сырдарияға дейін келіп, өз елшілерін Тамириске жібереді. Бірақ Тамирис әйел болса да жаудың шапқыншылығынан қорыққан жоқ деп жазды Рим тарихшысы Помпей Тро. Сақ патшайымы Тамирис келіссөз жүргізуден бас тартады. Өз жерінде соғысу қолайлы деп есептеп, Тамирис парсылардың судан өтуіне мүмкіндік береді, яғни Сырдария өзенінен. Кир өзеннен өткен соң қорыққан болып лагерін тастап қаша бастайды. Тамирис құлыққа басып, Тамиристің баласы Спаргапис жаудың соңынан қуып, Кирдің қақпанына түсіп қалудан жалтарып кеткенмен, бірақ барлығы осы Кирдің қоршауына түсіп қарады. Осындай ауыр соққыдан кейін өз әскеріне сенімді жоғалғандай болып жаудан қашқан сақтар Рим тарихшысы Помпейдің айтуымен осы шайқаста парсылардың 200 мыңнан аса әскерін қырғынға ұшыратқан деп айтады. Әрине бұл енді асыра көрсетіп отырғандығы белгілі. Басында Геродоттың сипаттауынша сақ жауынгерлері садақпен атысады. Садақ оғы біткеннен кейін жекпе-жекке шығып, қылыш және найзамен соғысады деп жазады. Кейін осы шайқаста Кир өліп, ол оның бас сүйегін Тамириске алып келген кезде қан толтырылған меске салып, сен тірі кезіңде қанға тоймап едің, енді құмарың қанғанша іш деген осындай бір аңыз Геродоттың жазбасында жазылып, Кир мен Тамирис арасындағы соғысты баяндаған болады. Парсыларға қарсы соғыста кейін енді Кирдің мұрагері Дарий әскер жинап осы сақтарға жорық жасайды. Сонымен бұл соғыс кең байтақ даламызға, ата-бабаларымыз зиратына барып, сендер соларға тиісіп көріңіздер, сонда біздің қандай ұрыс жасайтынымызды көресіңдер деп тұтқынға түскен сақ жауынгері, сақ көсемі осы парсыларға айтқан болатын. Парсы әскері сақтарға соғыста, сақтар оларға ашық қарсы шықпай, үнемі тиіп қашып соғыс жүргізген. Міне сондықтан бұл жаңағы сақ жауынгерінің, сақ көсемінің айтқаны осы Дарийге өте жағымды әсер етіп, ол нәтижесінде екеуінің арасында соғыстар ашық, үлкен шайқасқа алып келеді. Әрине, Дарий бірдің тұсында ол сақтардың біраз бөлігін бағындырып, нәтижесінде оның қоласына қараған сақтар парсылармен бірігіп гректерге қарсы соғысады. Бұл соғыс біздің заманымызға дейінгі 490 жылы марафон шайқасы деп аталады. Осы соғыста парсы әскері жеңіліске ұшырап, нәтижесінде жақсы қуанышты хабарды естірту мақсатында грек жауынгер Афины қаласына шейін жүгіріп барып, осы сүйінші хабарды естіртіп қайтыс болады. Сол кезде марафон деген жер мен Афинаның арасы 42 шақырым, 195 метр деп есептеліп, ол Грецияда пайда болған әлем ойындарының негізі ретінде, символы ретінде марафон деген ұзаққа жүгіру айтылып келеді. Келесі Александр Македонский осы парсыларды бағындырып, одан ары қарай Сырдарияға шейін келеді. Бұл туралы Арианның жазбаларында Александр Македонскийдің Сырдариядан жүзіп өтіп, сақтарға қалай шабуыл жасаған туралы жақсы мәліметтер айтылады. Бұл шабуылдан грек әскерлеріне қауіп төніп, олар қырғынға ұшырай жаздады. Күннің ыстығы, сақтардың жиі шабуылдау мен соғысу тактикасы гректерді әбден әсер етті. Осылайша Александр Македонскийдің Сырдарияның ары жағын мекендейтін сақ тайпаларын бағындыру үшін жасаған жорығы сәтсіз аяқталып, ол әскерін оңтүстікке, яғни Үндістан бағытына бұрған болатын. Қорытындылай келе айтарымыз, грек ежелгі
парсылар, кир, дарий тұсында, одан кейінгі кезеңдегі Александр Македонскийдің да жорығы сәтсіз болып, сақтарды толығымен бағындыра алмады. Қолөнер кәсібіне келетін болсақ, сақтарда қолөнер ісі жақсы дамыған, қолөнер шеберлері қауым мүшелеріне қажетті бұйымдарды жасады. Зергерлер алтын, күмісті балқытып, қалыпқа құюмен айналысты. Зергерлік өнерде ағаштан ойып жасалған бейнелер мен сәндік бұйымдарды алтын мен аптау ісі жақсы дамыған. Түрлі түсті сердолик, халседон, ағат, ақық сияқты тастардан сақ шеберлері әшекей бұйымдарды жасады. Асыл тастардан көз салынған алқа, сақина сырғалар, өңір жиектер мен белдіктер жасалған. Атты әскерлерге қажетті семсерлер мен найзалар, қанжар, жебе ұштары да дайындалды. Сақтардың діни нанымдары мен ғұрыптарына қысқаша тоқталатын болсақ, сақтардың әлем құрылымы жағынан үш түсінігі болған, ол яғни жер асты, жер үсті және аспан әлемі деп бөледі.